Яки мана телефоныңды таста, ол саған зиян болады. Онанда сабағыңды оқы. Жарайды, әже. Анашым. Ал қызым. Сіздің маған көмегіңіз керек. Қазір қызым, мен мына ыдыстарды жуып тастайын. Содан кейін сені сабағыңа көмектесем, жарай ма? Анашым, мұғалім маған отбасылық суреттерімді қағазға шығарып ал кел деп айтты. Біздің отбасылық суреттеріміз өзің білетіндей ноутбукте сақталған. Ноутбукте компьютерде жұмыс орнында тұрғанын өзің білесің. Қазір сабағымызды оқып болайық, содан кейін екеуміз бірге жұмысқа барып, отбасылық суреттерді шығарып алып келеміз. Жарай ма? Қуаныштың самалы мөлдіреген жанарың, мөлдіреген жанарың. Тәй басып бөбешім жүргенің қандай, көз қуаныш көкешім күлгенің балдай. Аспандағы ай күнді аламын дейсің, асқар таудай айбынды боламын дейсің. Әлди ақ бөбем, сендей сәби жоқ көкем, анам әкем дейсің бе, тілің тәтті екен. Әлди ақ еркем, бой жетерсің сен ертең, мақтанышым